Сәлем достар, қалайсыздар? Кабинет налогоплательщикке кіреміз, YT by ЦП өзімізге керекті ЦП-ні таңдаймыз. Outs арқылы кіреміз және паролімізді енгіземіз. Бізде отчет методом удаления болады. Бүгін отозвать етеміз методом удаления, яғни өшіреміз. Лицевой счетқа кіреміз міндетті түрде. Енді қараңыздар, мынау баяғыда обновить етілмеген әлі, ол үшін запросить сәлді ls и обновить етеміз. Қараңыздар, мына жерде бізде суммалар тұр, и плюс мына жерде 397 қалдық суммалар, отчет жасалған, налогтың барлығы отырған, тек подоходный налог отырмаған. Подоходный налогтың КБК-сы 101-202, ана жерде 33.600 деп тұр, ол неге отырған жоқ? Себебі отчет айы әлі біткен жоқ. 25-сі болғаннан кейін отырады. Енді бұл отчет бізге керек емес. Үстіндегі форма налоговая отчетность, журнал форм деген таңдаймыз. Открыть новым странице дейміз да, найти дейміз. Осы жерде біздегі отчеттер тұрады. Первоначальный и очередной. Бізге отозвать ететін очередной отчет, соның регистрационный номерін копировать етіп аламыз. Ал енді отозвать етейік. Ол үшін налоговое заявление тағы да бір новый страницамен ашамыз. Заявление ішінде, достар, отзыв налоговой отчетности деген бар, соны таңдаймыз. Ашқаннан кейін біздің даныларымыз шығады, сосын код налоговой отчетности. Біз 910 формаға методом удаления жасайын деп тұрмыз, соны тереміз. Ал енді бізден сұрап тұр, очередной ма, первоначальный ма деп. Мына жерде очереднойға птичка қоямыз, себебі ол очередной. Қай жылғы соны таңдаймыз. Мысалға, мына жерде бізде 2023 деп тұр, первый полугодие деп тұр. Так, 23 бірінші полугодияны таңдаймыз. Енді достар, манағы регистрационный номер копировать етіп алдық, соны вставить етеміз. Ол мына жерде тұр, мен мана копировать етіп алғанмын. Мына жерде бірнеше вариантты таңдауға болады, укажите причину дейді. Біздер көбінесе сыны таңдаймыз, барлық жағдайға келеді. Ал бірінші ликвидационный, ол егер жабуға жіберіп қате жіберсеңіздер, сол жерден таңдауға болады. Так, толтырып болдық, страница 2-ны басамыз, и бұл жерде бізде тек қана код органы сұрап тұр. Енді бұны қайдан аламыз? Код органы государственных доходов дегеніміз ИП-ның орналасқан жері. Место жительства емес, ИП-ның орналасқан жері. Ол үшін сервиске барамыз, регистрационные данные. Қараңыздар, мына жерде менде старый датамен тұр, сол себептен қайта обновить етіп отырамын. Әлі де сол 05.07 мен тұр, қайта баса бересіздер, достар, что бүгінгі күнмен сәйкес болу керек. Міне, дұрысталды. Енді регистрационный данныйға қарайық. Мына жерде екеуі де место жительства, ИП-ның орны да 613 ОГД екен. Так, соны мен жазамын мына жерге. 0613 деп шықты, Темірский район деп. Таңдадым. Так, міне барлығы болды. Мына екінші бетке тиіспейміз. Бұл екінші отзыв жасағанда, яғни изменение жасаған кезде осы жерді қозғаймыз. Ал пока методом удаления тек қана код органыны жазамыз. Келесі проверить заполнение, ошибок нет дейді, қате жоқ, отправить в ОГД дейміз. Так, енді достар, мана аутс таңдатса, қазір ырсан таңдаймыз, шатасып кетпеңіздер, себебі қате болу мүмкін. Міне, ырсан таңдап болғаннан кейін паролімізді жазамыз. Так, выбрать дейміз. Выбрать дегеннен кейін, достар, барлығын тексеріп шығамыз қайтадан. Қалай болып жатыр, журнал форумға кіреміз, найти дейміз. Так, отправляется деп тұр, көріп тұрсыздар ма? Енді давайте қарайық. Заявлениеміз не болған екен? Так, заявление обработано деп тұр. Онда өзгеру қажет. Так, регистрационные данные, журнал форм, осы жерге бізге ең бастысы керек, найти, отправляется деп тұр, әлі де өзгерген жоқ. Отправляется, осылай обновить етіп отырасыздар, пока толық отырмайынша, Қараймыз, отправляется әлі де. Міне, обрабатывается в СУЛС дейді, бірақ бұл да бізге әлі толық аяқталған жоқ. Қайтадан обновление жасаңыздар. Вот, отозвано дейді. Отозвано деген сөз
біздің отчетымызды өшіріп тастады. Оның алдында енді қайтадан тапсыруымызға болады. Лицевой счетқа келдік. Мына цифрлар шығу керек бізге, бұрынғы төлеген налогтарымыз қайтадан оралу керек. Міне достар, 20 мың, 68 мың деп қайтадан оралды. Жаңадан отчет тапсырсаңыздар болады. Енді достар, тағы бір ескертетін жағдай, методом удаления ол тек қана отчеттың периодында ғана жасалынады. Ал отчеттың уақыты болмай, сіз осылай методом удаления жасасаңыз, сіздерге автоматты түрде штраф келеді. Осыны мықтап еске сақтаңыздар. Сол себептен тек қана отчет уақытында осы тәсілді қолдана аласыздар. Достар, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, тағы да көптеген мәліметтер шығатын болады. Сау болыңыздар.